Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Менің аты-жөнім Айтпагатбетова Райгүл Маулетқызы. Инел Екібастұз колледжінің педагогика, психология пәндерінің оқытушысымын. Бүгін психология сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қиялды дамытуға арналған жаттығулар. Сабақтың мақсаты қиял түрлерімен, қиял процесінде жаңа нәрсе жасау жолдарымен танысып, адам өміріндегі қиялдың маңыздылығын ашу. Қиял дегеніміз не? Қиял сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс. Қиялдағы елестерді топтастырудың қарапайым түрі агглютинация деп аталады. Осы әдіс арқылы мифологиялық бейнелер мен түрлі механизмдердің, машиналардың конструкциялары құрастырылған. Ол ежелгі Мысыр елінде, Солтүстік Американың өнер ескерткіштерінде көп орын алған. Қиял бейнелерін жасауға қатысатын әдістердің бірі гипербола. Ол ертегілерді, қиял ғажайып бейнелерді жасауда көп қолданылады. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, грек сфинксін адамның басы мен кеудесін, иттің денесі мен арыстанның аяқтарын біріктіріп жасаған, ал кентаврды ер адамның басын, кеудесі мен қолдарын, жылқының денесі мен аяқтарын қосып жасаған екен. Ғылым мен техника саласындағы көптеген жаңа нәрселер әртүрлі заттардың бөлшектерін құрастыру арқылы пайда болған. Мысалы, автобус пен трамвайдың бөлшектерінен троллейбус құрастырылған. Ал аэроплан мен шананың тетіктерін қосу арқылы аэрошана жасауға қол жеткізілді. Италияның атақты суретшісі Леонардо да Винчи айдаһардың бейнесін қиял арқылы былайша суреттеген. Көкжалаңшы иттің не жайттың басын алып, оған мысықтың көзін саламыз. Құлағы үкінікі, мұрны тазыныкі, қасы арыстандікі, самайы әтештікі, мойны суда жүзетін тасбақаныкі сияқты. Осы бейненің өзі шындықта бар нәрселерді топтастыру арқылы туып отыр. Бірақ осы топтастыру нәтижесіне келіп шыққан тұтас образдың өзін көре білу үшін адамға ең күшті жүйрік қиял қажет. Бала қиялындағы фантастикалық образдар оның танымын кеңейтеді, қоғамдық тәжірибені меңгеруге жағдай жасайды. Мұның өзі баланың психологиясына қатты әсер етеді. Орыс жазушысы Антон Павлович Чехов үйде деген әңгімесінде осы жайлы өте жақсы көрсеткен. Шылым шегіп әдеттенген 7 жасар балаға ешбір сөз әсер етпей қойған. Бірде әкесі оның қиялына әсер етуді ойлайды. Ол баласына мынадай әңгіме айтады. Кәрі патшаның патшалыққа мұрагер болатын жалғыз ғана ұлы болыпты. Өзі дәл сен сияқты кішкентай бала екен. Өзі ақылды екен. Бірақ қана кемшілігі бар, шылым тартады екен. Патшаның баласы шылымнан көкірек ауруы болып 20 жасында өліпті. Қаусаған ауру шал ешбір қолғанатсыз қалыпты. Мемлекетті басқарып, сарайды қорғайтын ешкім болмайды. Жау келіп, шалды өлтіріп, сайрайды қиратып тастайды. Сонымен бақша да, шие де, құстары да қалмаған екен. Эмоциялы әсерге толы осы әрекеттің оған күшті әсер еткендігі сонша, бала қараңғы терезеге ойланып сәл қарап отырып, мұңайған дауыспен мен енді шылым тартпаймын деп айтқан екен. Халық қыран жетпеген жерге қиял жетеді деп тауып айтқан. Бір кезде талантты орыс ғалымы Циолковский космосқа ұшуды армандаған. Космос кораблімен аспан әлеміне тұңғыш жол салған Юрий Гагарин мен қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің және басқаларының ерліктері осындай шындықпен тығыз байланысты болған екен. Қиялдың физиологиялық негіздері оң және ми сыңарларының жұмысына байланысты пайда болады. Оң ми сыңары дүние көріністерін қарапайым түрге келтіріп, олардың бір тұтастығы мен үйлесімділігінен, композициялық бірлестігінен хабар береді. Содан адамда әрқилы бейнелер негізінде эстетикалық сезімдер өрістейді. Қиялдың екі түрі бар: пассив қиял және актив қиял. Пассив алдына еш мақсат қоймай туындайтын қиялдың түрі. Пассив қиялдың ең айқын түрін адамның түс көруінен байқауға болады. Ал түс көрудің физиологиялығын зерттеген Павлов. Актив қиял саналы түрде мақсат қоюмен байланысты. Ол қайта жасау, шығармашылық, арман қиял деген түрлерге бөлінеді. Қайта жасау қиялы адамның өткен тәжірибесіндегі болған образдарды қайта елестету арқылы туады. Шығармашылық қиял қиялдың ең жоғары түрі. Жазушының, суретшінің, ғалым, сазгердің қиялы шығармашылық қиялға жатады. Ал арман қиял келешекке әрекеттенген, болашағына бағытталған қиял. Арман дегеніміз не? Арман ақыл ойдың шындығы. Құс ұшсам дейді, бала өссем дейді, қыз көрікті болсам дейді, жігіт жүректі болсам дейді, қарт 100-ге жетсем дейді.
ал ұстаз шәкіртіме үлгі болсам дейді. Енді арман туралы видеоролик тамашалайық. Бұл видеода біз қиялдаған адам ғана арманға жететінін түсінеміз. Сонымен бала қиялын дамытудың мынадай жолдары бар екен. Көркем әдебиеттерді оқыту, сурет бойынша әңгіме құрату, табиғатқа экскурсияға шығару, музыка тыңдау, ауызша мәтін құрату, шығарма жазғызу, сурет салғызу, қиял ғажайып ертегілер оқыту. Қиялды дамытуға арналған мынадай жаттығулар болады. Менің көңіл күйім қандай? Жаңа ертегі, теңіз жағасындағы түс, сиқырлы дөңгелектер, қиял жалғасы. Осындай жаттығуларды өткізу арқылы біз оқушылардың қиялын дамыта аламыз. Жаратылыстың құшағында деп жазды Мағжан Жұмабаев. Меруерт себілген көк шатырдың астында, хош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, түнмен бірге түнеп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малмен бірге өріп, кең далада өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті деп айтқан. Енді сіздермен тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Келесі жағдаяттарда қиялдың қандай түрлері көрініс бергенін анықтаңыз. А. Мұғалім баяндап берген әңгімесі оқушыларға қалай әсер еткенін елестетеді. А. Бұлтқа қарап адам таныс бейнелердің сұлбасын көреді. Б. Бала танымал саясаткер болуды армандайды. Тапсырма 2. Қандай қиял жасау тәсілдері қолданылғанын анықтаңыз. А. Ежелгі аңыздар мен мифтерде түрлі фантастикалық тіршілік иелері кентаврлар, минотаврлар, сфинкс, айдаһарлар болады. А. Ғалымдар аэрошана, амфибия, танкілер, тікұшақтар, сүңгуір қайықтар және тағы басқаларын құрастырды. Б. Жарнама роликтерінде ұсынылған өнімнің үлкейтілген бейнелерін көрсетеді. В. Ертегілерде ұшатын кілемдер, тез жүретін етіктер, көрінбейтін бас киімдер, тағы басқа бейнелер жиі қолданылады. Сонымен бекіту сұрақтары. Қиял дегеніміз не? Адам өмірінде қиялдың маңызы қандай? Қиялдың қандай түрлері болады? Бала қиялын дамыту жолдары қандай? Қырғыз халқының ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматовтың сөзімен қорытындылайық. Ақтық демі таусылғанша ой ойлап, қиял қанатында ұшатындығымен де адам биік, адам ұлы. Қиялы әлсіздің өзі де әлсіз. Ендеше бір мезгіл қиялдап, армандап тұруды да ұмытпайық. Үй тапсырмасы. Өз қиялдарыңызды қалай сөзсіз жеткізер едіңіз? Өз қиялың бойынша сурет салу. Сонымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.